Елімізде дүниежүзілік банкпен бірлескен бірнеше жаңа жоба жүзеге аспақ. Бұл жайында үкімет басшысы Әлихан Смайылов дүниежүзілік банктың Еуропа және Орта Азия жөніндегі вице-президенті Анна Бердемен кездесуінде айтты. Тараптар банктың Қазақстандағы қазіргі жобалары мен алдағы жоспарларын, мемлекет басшысы жолдауында белгіленген үкіметтің реформаларды жүргізу жөніндегі шараларын талқылады. Премьер-министр банктың қолдауымен елімізде табысты жұмыс істеп жатқан экономикалық әлеуметтік жобаларды атап өтті. Ал Анна Берде Қазақстан мен дүниежүзілік банк ұзақ уақыттан бері өзара ынтымақты жалғастырып келе жатқанына тоқталды. Бұған дейін құны 8 миллиард доллардан асатын 47 жоба сәтті жүзеге асқан. Биыл жұқпалы аурудың 3 штамы өзекті болады. Онымен күресудің бірден-бір жолы вакцина салу. Сол себепті тұмауға қарсы шаралар күшейтілді. Былтыр ел бойынша 4 миллионға жуық адам жедел респираторлық ауруларға шалдыққан. Сырқаттанғандардың 80% балалар мен жасөспірімдер болса, 900 науқас тұмау жұқтырған. Вакциналар қауіпсіз, тиімді және 60 жылдан астам қолданылып келеді. Ресейде өндірілген Гриппол плюс вакцинасының 2,3 миллион дозасы сатып алынды. Вакцинаның құрамында алдағы маусымдағы тұмауға қарсы штамдар бар. Бұл республика халқының 12% қамтуға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кемінде 10% ұсынады. Артспорт бағдарламасы бойынша 6 бірдей қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Бұл туралы Алматы қаласының прокурорлары хабарлады. Ведомство өкілдерінің айтуынша, Артспорт бағдарламасына қатысты тексеріс жүргізіліп, бірнеше миллион қаражат жымқырылғаны анықталған. Бюджет қаржысын ұрлау үшін нақты схема қолданылған. Сондай спорт секцияларында бұрын сотталған және әртүрлі қылмыс үшін жауапқа тартылған 10-нан астам жаттықтырушы балаларға сабақ беріп келген. Одан бөлек 3000-нан астам бала шетелде болса да қағаз жүзінде үйірмелерге тіркелген. 5000-на сабақ мүлде өткізілмеген. Кейбір жаттықтырушылар мен еңбек шарттары және зейнетақы аударымдары жасалмаған. Сонымен қатар жүйенің жұмысында да біршама олқылықтар бар. Еске саламыз, бұған дейін Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев 1 қыркүйектен бастап Артспорт бағдарламасын қаржыландыру тоқтатылатынын айтқан еді. Маңғыстау облысында жалған дипломмен жұмыс істеген 9 мұғалім анықталды. Оның бірі Қарақия ауданы Аққұдық ауылындағы мектепте еңбек пәнінен сабақ берген. Мұғалім қылмыстық жауапкершілікке тартылып, жұмыстан шығарылды. Сондай-ақ 76 мың теңге айыппұл төледі. Мектептерде жалған құжатпен жұмыс істеу дерегі Қарақия, Мұнайлы, Бейнеу ауданы мен Ақтау, Жаңаөзен қаласында тіркелген. Осы мектептер бойынша қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Өсіп келе жатқан ұрпаққа жалған дипломмен білім беріп жүрген мұғалімдердің зиян әсерін ескере отырып, прокуратура органдарымен осы бағытта жұмыстар жүргізуде. Қазгермұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекетке 1 миллиард теңгеден астам айыппұл төледі. Кәсіпорын электрондық сауда алаңдары арқылы сұйытылған мұнай газы монополиялық жоғары бағамен сатқан. Заң бұзушылықтарды Қызылорда облыстық прокуратурасы мен бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің облыстық департаменті бірлесіп анықтады. Сот шешіммен компания 126 миллион теңге әкімшілік айыппұл және 881 миллион теңге сомадағы монополиялық табыста мемлекет бюджетіне төледі. Қонаев қаласындағы казинолар заңды белден басып келген. Ойынханаларға 2019 жылдан бері кешенді тексеру жүргізілген. Нәтижесінде алдын ала есептеу бойынша миллиардтаған теңгенің салыға төленбегені анықталды. Нақты сома алдағы уақытта айтылады. Себебі қазір салық қызметкерлері әлі жоспардан тыс тексеру жүргізіп жатыр. Ойын бизнесі, еңбек заңнамасы, өртке қарсы және санитарлық эпидемиологиялық нормаларда сақталмаған. Сондай-ақ нысандардың бірінен Қазақстанда тыйым салынған интернет казинолардың жұмыс істегені белгілі болды. Осы дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір туризм индустриясы комитетімен біздің талабымыз бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 445 бабымен мекемелерді әкімшілік жауапкершілікке тарту жұмыстары жүргізілуде. Осы баптың санкциясымен табысты тәркілеу және лицензияның қолданысын тоқтаттыру көзделген. ақш Украинаға тағы 1,1 миллиард доллардың әскери көмегін беретінін жариялады. Бұл қаражат 18 Хаймарс зымыран жүйесі мен басқа да қару-жарақ, оқ-дәрі сатып алуға жұмсалады. Майдандағы жағдайға келсек, Украина армиясы Донецк облысындағы Лиман қаласын толық қоршауға жақын. Мұны Американың соғысты зерттеу институты хабарлады. Оның дерегінше, Ресей әскері Лиманнан айырылса, Украина жауынгерлері әрі қарай Луганск облысының 2 қаласы, Лисичанск пен Северодонецкті шабуылдауға кірісуі мүмкін. Ресей жауынгерлері Харьков облысында ойсырай жеңілерде осыған ұқсас жағдайға душар болған еді.
ақштың Флорида штатына ең дауылы соққы берді. Соңғы мәліметке қарағанда сағатына 241 шақырым жылдамдықпен жеткен желдің екпінінен электр жүйесі істен шығып, 2 миллиондай үй жарықсыз қалды. Дауылдан үйлердің шатыры жылынып, көліктер аударылып, ағаштар құлаған. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, дауыл алдында 2,5 миллион тұрғынға қауіпсіз жерге көшуге бұйрық берілді. Бұған дейін ең Кубаны түгелдей жарықсыз қалдырып, 2 адам қайтыс болған еді. Астанада бақ өкілдеріне арналған оқыту курсы өтіп жатыр. Шараны орталық сайлау комиссиясы мен президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының электоралды оқыту орталығы ұйымдастырған. Дәріс кезінде журналистер біліктілігін арттырып қана қоймай, сайлау үдерісін ақпараттық қамтамасыз ету бойынша мәлімет ала алады. Оқу 3 күнге созылады. Қатысушыларға президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ректоры Ерлан Әбіл, орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Константин Петров, орталық сайлау комиссиясының мүшелері Сабила Мустафина, Анастасия Шегартцова, орталық сайлау комиссиясының бюджетті жоспарлау және атқару бөлімінің меңгерушісі Гүлназ Кембаева лекция оқиды. Құрметті көрермен, әзірге осы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.